2005 жылы Қырғызстанда болған төңкеріс нәтижесінде елден қашқан тұңғыш президенттері Асқар Ақаев 16 жылдан соң елге уақытша келуінің нақты себебі қандай дейсіз бе? Садыр Жапаров елде ұлттандыру саясатын жүргізудің астарында не бар? Экс-президент Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев және басқа лауазымды тұлғалар істі болып жазадан құтыла ма? Бұл қылмыстық істің біздің елге не қатысы бар деп ойлайсыз? Видеоны көруге ұсынамын. Армысыздар, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қарашық YouTube арнасы. Қырғызстандағы ең ірі шетелдік инвестициялық жобасы Құм-Төр кен орны бойынша халықаралық жанжал болайын деп тұр. Қырғыз билігінің шешімімен осы жоба аясында канадалық компаниямен жасасқан келісім шарттардан бас тартып отыр. Олардың пікірінше, шетелдік компания салық пен экологиялық санкциялар нәтижесінде Қырғызстанға 4 миллиард 252 миллион доллар төлеуі тиіс. Инвесторлар болса, өзіне тағылған айыпты жоққа шығарады. Әрі халықаралық соттарға Қырғызстан үкіметінің үстінен бірнеше шағым түсірді және қызыл алтынға өз акцияларымен Центра Голд операциялар жүргізуге тыйым салды. Жалпы екі тарап бір-бірімен дауласып, кен орны меншіктігін бөлісе алмай отыр. Қырғызстан тарапынан негізгі уәж кезінде 1993-94, 2004-2007 жылдар аралығында инвесторлармен келісімдер жүргізілгенде ел президенттері мен басқа лауазымды тұлғалар тарапынан қырғыздарға тиімсіз шарттарға қол қойып, жемқорлық әсерінен елеулі көлемде ақша қазынаға түспей қалды деп айтуда. Көрермендерге түсінікті болу үшін жалпы Құм-Төр кен орны жайында қосымша мәлімет келтіріп, оның ерекшелігіне тоқталсақ. Құм-Төр Орта Азиядағы ашық әдіспен алтын табатын ең ірі кен орны болып табылады. Ол Қырғызстан солтүстігіндегі теңіз деңгейінен 4000 метр биіктікте орналасқан. Алғашқы болып 1993 жылдан бастап канадалық Центра Голд компаниясы кен өндіре бастады. Бастапқы кезде 1992 жылы Центра Голд компаниясы акциялардың тек 3/1 бөлігін алса, Қырғызстан қалған 2 бөлігіне ие болған. Бірақ бір жылдан кейін инвесторлар билікпен шарттарды қайта қарап, канадалық компания кен орнына инвестициялар құю бастады. Нәтижесінде 2019 жылы компания активтерінің тек 26% ғана Қырғыз билігінде болды. 2012 жылдан бастап Манас елінің билігі Қырғызстанға ұтымсыз мәміле жасағандардың ішінен кінәлілерді іздей бастады да, биылдан бастап жоғары лауазымды тұлғалар тұтқындалып істі болды. Құм-Төр Орта Азиядағы 700 тонна қоры бар ең ірі алтын өндіретін кен орны ғана емес, сонымен қоса Қырғызстандағы ең ірі салық төлеуші мен инвестор болып келеді. Ресми деректерге сүйенсек, ел экономикасының жалпы ішкі өнімнің 12,5%, ал өнеркәсіптік өндірістің 23% және елдің жалпы экспорт көлемінің 30%-ын құрайды екен. Инвесторлардың дерегі бойынша 2020 жылға дейін Құм-Төрден Қырғызстанға 4 миллиард 144 мың доллар көлемінде жалпы пайда алса, ал биліктің статистикасы бойынша шамамен 13 миллиард доллар болды дейді. Ұмытпаған жөн, кен орнында 5000 қырғызстандық жұмыс істейді екен. Құм-Төр Голд Company жылына 16-18 тонна шикізат өндіреді. Ал кен орны пайдаланған уақыттан бастап бүгінгі күнге дейін 415 тонна алтын өндіріпті. Енді осы табиғи байлықтың ерекшелігі мен Қырғызстан өміріндегі маңыздылығын түсініп отырсыздар ма? Қырғызстанда пандемияның екінші толқыны орын алып, экономика құлдырады және тәжіктермен шекарада болған қарулы қақтығыс әсерінен ел президенті Садыр Жапаровтың рейтингісі біраз төменеді десем қателеспеймін. Ал осы кен орнын ұлттандыру саясаты Садыр Жапаровқа шамалы болса да саяси ұпай алып келетіні сөзсіз. Бірақ экономикалық тұрғыда канадалық инвесторлармен келісім шарттан бас тарту одан сайын қаржылай соққыға жіберуі мүмкін. Себебі компания жоғалтып жатқан шығындарын өтеу үшін билікті халықаралық сотқа бермекші. Одан бөлек, осы жағдайдан кейін елге инвесторлар келеді деген ойды ұмыту керек. Сонда осы кен орынға тек қытайлар қызығуы әбден мүмкін.
Ал Қырғызстанның сыртқы қарызының 45% тек Бейжіңге тиесілі екенін ұмытпаған жөн. Демек, Қырғызстан осы жағдайда толық аспан асты биліктің аузына қарап отыруға мәжбүр болады да дербестігінен айырылуы әбден ықтимал. Қорытындыға келгенде, Садыр Жапаров үлкен тәуелсіздікке барып, халық алдында ұпайларын жинаймын деп жүргенде тәуелсіздігінен айырылып қалмасын. Бірақ жауапкершілікке тарту үшін Асқар Ақаевты елге келуін талап еткені, әрі шенге қарамастан жоғары лауазымды тұлғаларды істі болып қарап жатқаны үлкен батылдық. Бәлкім батылдықтың артында Ресейде тұрған шығар. Қалай дегенмен, өзіміздің жемқорлық ескерткіші болып саналатын ЛРТС бойынша нағыз кінәлі жоғары лауазымды тұлғалар жауап берген жоқ. Бірақ осы тақырып жөнінде алдағы шығарылымда бөлек сөз қозғайтын боламыз. Лайк басып, пікір білдіріп, каналға жазуды ұмытпаңыздар.